Құрметті қазақ елі, мен 8 баланың анасымын, алтын алқа иегерімін. Өзім 3-ші группа инвалидімін. Кешегі 12 наурыз күні болған жағдай желіде тарап кетті. Бұл шындыққа жанаспайды. Шын мәнінде менің ұлдарым сол күні кешке магазиннен, қарсы беттегі магазиннен өздеріне керек жарақты алмақшы болып кіреді. Соған кірген кезде сатушы жігіт мына ақшаң қабылданбайды деп мыжып баламның бетіне лақтырып жібереді. Балам бірақ ол өзінің еңбек ақысымен отын арылап тауып келген. Әрине және отын арылған кезде май болады ғой, ақша бәрібір кір болады, қалтасына салып келеді. Соны лақтырып жіберген, бұл менің еңбек ақым ғой деп бүйтіп алып атқан кезде ана бала жағасына тартып желке тұстан ұрып жібереді. Сол кезде балам тәлтіректеп қалып, жәндегі екінші балам екеуі шығып кетеді. Шығып кеткен кезде жаңағы сатушы жігіт артынан шығып айқайлап, кімді ертіп келсең оны ертіп кел деп айтқан. Құрметті халқым, бұның ақ қарасын анықтамай атып, олай айтпауларыңызды сұраймын. Сіздер де анасыздар, бала өсіріп отқан. Менің айтайын дегенім, ол балам ары қарай барып, келесі магазиннен барып алады сол ақшаға. Бірақ ол ақша өтеді ол жерде. Қазір желіде тарап атқан жалған ақша, ескі ақша ондай емес. Бізде ел қатарлы орта неде өмір сүріп атқан отбасымыз. Бұл жерде балам енді жаңағы жерге барып ағасына айтады ғой, мені 95 жылғы бала ұрып жіберді деп. Сол кезде қайным неге ұрады деп келіп, қой сөйлесейін, не үшін ұрды екен өзінен 10 жас кіші баланы деп келеді. Келіп магазинге кіріп сөйлесейін деп кірген кезде орада ешқайсы жабылмаған, тек қана екеуі ара 95 пен 99 ғана сөйлеседі. Ол жаңағы жігіт, магазинші жігіт қуыс қалып кетеді магазин ішіндегі, бері жүр деп. Сол кезде бірінші нападение жаңа тағы істейді ол жігіт. Істеген кезде бұл енді қарап тұрмай, бұл да өзінің жанын алып қалу керек қой. Бұл да төбелесіп жаңағы. Екеуі төбелесіп қырылып қалады, секундтар ғана. Ол жұрттың айтқандай емес, секундтар ғана. Сол кезде менің балам мен тағы қайсының баласы екеуі ажыратып, баланы сыртқа алып кетеді. Ал одан кейінгі балам маған уже жүгіріп келеді. Мама деп айтып, осы жағдайды айтып болғанша уже осындай жағдай орын алды. Орада ешқандай 10 бала жоқ. Орада жұрттар айтып атқандай жаңағы мынау желде ілесіп атқан жалған сөз шындыққа жанаспайды. Менің айтайын дегенім, менің өзімнің де магазинім бар. Менің өз магазин бола тұра, балдар ол магазиннен тонап кетпейді. Ешқандай ақша да алмайды, ешқандай зат та алмайды. Өйткені өзіміздің кішкене ғана магазиніміз бар бізде де. Сондықтан мынау жалған ақша дегені, ескі ақша дегені, 10 бала дегенің бәрі жалған. Орада бірге бір шақырып өзі жәндегі төбелес шыққан. Орада менің баламды ұрып жібереді біріншіден, екіншіден үстіне арыз жазып жібереді. Өздеріңіз ойлаңыздар, сіздер де анасыздар, сіздер де әкесіздер. Барлықтарыңыз ұлды асырап отырсыздар, қызды асырап отырсыздар. Менің жан жақты қарағандарыңызды сұраймын. Тек бір жақты тыңдамаңыздар. Мен айтайын дегенім, енді мынау қазір біздегі билікте отырған үлкен кісілер, мынау сот, департамент нелер, барлық жағдайда түсіне отыра, мысалға оған ешқандай дәлел болмай, ешқандай съемка болмай, неге оны қамаққа алады? Вот соның маған мен адамға не алатын. Менің балам бір учетқа, даже мектеп кезінен ешқандай учетқа еш жерде тұрмаған. Бұндай криминалдық неде анандайда қатыспаған, ешқандай неде болмаған, ешқандай мілтса, гобуды деген нәрселерге өмірінде көрмеген. Соны апарасындар да барып тығып қоясындар. Кішкентай 4 бұрыш камераның ішінде. Енді билік дегендер осын көрсек. Жан-жақты қарайды, құзырлы органдар жан-жақты бақылайды деген ойдамын. Тек бір жақты қарамаңыздар. Сіздерден жалынып сұрайын. Ондай ешқандай жаман балалар емес менің балдарым. Сол жақтағы тұрғындардан сұрасаңыздар да болады. Бәрі айтады.
мектептен сұраңыздар, даже біледі, көбісі біледі біздің балдар қандай екенін. Мен ол кісілер баста жаңағы жала жауып атқан кісілер менің магазинда аренда алған, арендада істеп атып, одан кейін мен өзім аштым келіп, әпше аренда тоқтап атырмын, өзіміз қайтып алайық деп айтқанмын. Содан магазинда уақыт бер Гүлмира, мен магазин тауып алайын деген ол кісі. Сонымен мақұл, босататын кезде айтасыз деп сөйтіп алғанбыз магазинді. Өзім ашып, өзім магазин істеп атқан адамбыз. Енді бұл жерде ол кісілер тіс қайраған ғой, значит, біріне-бірі. Сонымен осындай жағдай туындаған. Балдары тіс қайрап жүрген осы біздің балдарды ұрғысы келіп. Ондай адамдар, куәгерлеріміз де бар біздің. Магазин ішін тонамаған, шашпаған, ешқандай ақша алынмаған. Оны көрген адамдар да бар. Жәндегі шашылмаған іші, бәрін өздері сындырып, бәрін өздері қолдан істеген. Бірақ ешқандай жалған ақпарат беріп отқан жоқпыз. Мен жоғарыда отырған құзырлы органдар бәрін дұрыс шешеді деген ойдамын.